Қырдың күзгі желі сары, алтын түсті шөптерді сылдырлатып, биік төбелердің басынан айналып өтетін. Күн батысқа қарай еңкейіп, қызғылт сәулелер ауылдың үстіне жайылып жатқан кезде, үлкен жолдан қара жолдың бұрылысына қарай бірнеше көлік келе жатты. Алдыңғысында қызыл Тойота пикап, артында 2-3 жеңіл машина. Ауылдың шетіндегі үлкен ақ үйдің алдында адамдар жиналып қалған. Қайын ене Қамқа апа, қолына ақ орамал ұстап, жүзі жарқын. Бірақ көзі өткір. Қасында қайын сіңлісі Гүлжан, 17 жасар бойжеткен, қызық құмар көздермен жолға қарап тұр. Қайын інісі жасөспірім Қайратты айнала жүгіріп келін келеді. Келін келеді деп айқайлап жүр. Көліктер тоқтағанда есік ашылып алдымен Болат түсті. 28 жастағы, қалада жұмыс істейтін жігіт, бойы ұзын, иығы кең. Ол қолын созып әйелін сүруге көмектесті. Айша түсті. Оның үстінде ақ көйлек, үстіне жеңіл қара пальто, басында ақ жібек орамал. Бетін жамылғымен жартылай жауып тұрған, бірақ ашық жерінен көрінген бет пішіні суық, ақ құба, қара көздері терең, қастары түйілгендей. Ешкімге қарамай, басы сәл иіліп бір қадам алға басты. Дауысы шықпады. Қамқа апа алға шықты. Қош келдің, келін. Ақ отауға аяғың жеңіл болсын, шаңырағымызға береке әкел. Ауыл әйелдері шашу шашты. Қызыл жасыл тәттілер, моншақтар Айшаның аяғының астына түсті. Бірақ Айша үндемеді. Тек басын изеп, қолын кеудесіне қойып, әдеттегі келін сәлемін берді. Көзі ешкімге тік қарамады. Гүлжан қасына жақындап сыбырлады. Апай, бетіңізді ашыңызшы. Қандай сұлу екенсіз. Айша жауап қатпады. Тек орамалын сәл түзеп ішке қарай беттеді. Үйге кіргенде ауаның иісі өзгергендей болды. Қазанның буы, жаңа пісірілген нанның иісі, малдың сүтінің жұпар иісі. Бірақ Айшаның жүзі өзгермеді. Ол төрдегі орындыққа отырды, қолын тізесіне қойып төмен қарап отырды. Қамқа апа іштей ойлады, бұл қандай келін? Жүзі суық, сөзі жоқ. Көк бет келін бе бұл? Болат әйелінің қасына отырып құлағына сыбырлады. Айша жымиып қойшы. Адамдар қарап тұр. Айша баяу көзін көтерді. Көздері мұздай суық, бірақ тереңде бірдеңе бар еді. Жүректің түбінде жасырынған, ешкімге көрсеткісі келмейтін нәрсе. Ол ернін сәл қозғалтты, бірақ күлкі шықпады. Тек, рахмет деді өте тыныш дауыспен. Ауылдың әйелдері сыбырласа бастады. Қарашы, келіннің беті көкпеңбек. Суық қарайды ғой. Болаттың таңдағаны осы ма? Кеш бата, дастархан жайылды. Ет, бауырсақ, құрт, май. Айша үнсіз тамақ ішті. Қолын тез қимылдатып, жұмысты тындыратындай, бірақ ешкіммен көз байланыстырмады. Түн ортасы болғанда үй тынышталды. Болат пен Айша өз бөлмесіне кірді. Болат әйелінің қолын ұстады. Қорықпа, Айша, бұл енді сенің үйің. Мен бармын. Айша оған қарады. Алғаш рет көздері жылынып, бірақ бірден қайта суыды. Мен келдім, деді ол. Інге кірдім. Енді төзейін. Сол түні Айша ұйықтамады. Терезеден қараңғы далаға қарап отырды. Көк аспанда жұлдыздар жарқырап тұр. Оның жүрегі сол жұлдыздар сияқты алыс, суық, бірақ ішінде от бар. Ауылға көкбет келін деген лақап сол күні-ақ тарап кетті. Аң атқаннан кейін ауыл ояна бастады. Қамқа апаның дауысы үйдің ішін жаңғыртты. Келін, келін, тұр. Қазанға от жағу керек, сиыр сауу керек, су әкелу керек. Айша бірден орнынан тұрды. Ұйқы көрмеген көздері әлі де суық, беті бозарыңқы. Ол тез киініп сыртқа шықты. Қолында үлкен шелек, аяғына ескі етік киіп алған. Сиыр қораға барып, сиырды сауа бастады. Қолы епті, қимылы жылдам. Сүт көбіктеніп шелекке толды. Қамқа апа есіктен қарап тұрды да Гүлжанға сыбырлады. Қарашы, жұмысты білген сияқты. Бірақ жүзі көк мұздай. Күлмейді, сөйлемейді. Бұл қандай келін? Гүлжан күлді. Әже, көкбет келін деп атайық па? Бетінен қан шықпайды ғой.
Айша естіген жоқ. Немесе естісе де үндемеді. Сүтті үйге әкеліп қайнатып ірімшік пісіруге кірісті. Қайын атасы Құдайберген ата ауырып жатыр еді. Кешке қарай оның температурасы көтерілді. Дәрігер ауылда жоқ, сондықтан Айша өзі күзетуге отырды. Түннің бір уағында Құдайберген ата ыңырсып жатты. Айша суық сумен маңдайын сүртті, шөптен қайнатпа жасады, қолын ұстап отырды. Дауысы шықпады, бірақ көздері мұңды еді. Таңға қарай Қамқа апа оянып келді. Келін, сен неге үндемейсің? Ауырған адамға сөйлеу керек қой. Айша баяу көзін көтерді. Сөйлесем, не өзгереді? Мен күзетемін. Жұмысымды істеймін. Қамқа апа іштей шошыды, бұл қыздың жүрегі тастай ма? Күн шыққанда ауыл әйелдері жиналып, су құбырынан су алып жатқан Айшаны көрді. Біреуі. Көкбет келін су әкеліп жатыр. Бетіне қарасаң, қорқасың. Айша шелегін толтырып үйге қарай беттеді. Артынан өсек естіліп тұрды, бірақ ол бұрылмады, кешке Болат қаладан келді. Қара Прада машинасы ауылдың шаңын бұрқыратып үйдің алдына тоқтады. Болат түсіп әкесі мен шешесін құшақтап, содан кейін Айшаға қарады. Айша есік алдында тұр еді. Бұл жолы оның жүзі сәл өзгерді. Көздеріне жылылық пайда болғандай. Болат оған жақындап құшақтады. Қалайсың, Айшажан? Үйге үйреніп қалдың ба? Айша үндемей, тек басын иіп күйеуінің қолынан ұстады. Үйге кіргенде отбасы дастархан басында отырды. Қамқа апа. Болат, сенің әйелің өте тыныш. Тіпті күлмейді. Бізге Көкбет келін деп атап жүр. Болат қабағын түйді. Ана, ол сөйлемесе де жұмысты жақсы істейді ғой. Айша менің әйелім. Оны ренжітпеңдер. Түнде екеуі бөлмесіне кірді. Болат Айшаның қолынан ұстап төсекке отырғызды. Айша, неге сонша суықсың? Мен сені жақсы көремін. Сен де мені жақсы көресің ғой. Айша ұзақ үнсіз отырды. Содан кейін баяу сөйледі. Болат, мен сені шынымен жақсы көремін. Бірақ бұл үйде жүрегімді ашып көрсетсем, мені таптайды. Келінмін, інге кіргенмін. Жүрегімді іште сақтаймын. Сыртта суық болуым керек. Сонда ғана төзеді екенмін. Болат оны құшақтап маңдайынан сүйді. Мен сені қорғаймын. Қалаға бірге барайық. Мұнда қалма. Айша басын шайқады. Әкең ауырып жатыр. Анаң жалғыз. Мен кетсем, кім күтеді? Мен төзейін. Сен тек жиі кел. Болаттың көңілі босады. Ол Айшаның шашынан сипады. Сен менің күшімсің. Бірақ осы Көкбет деген сөзді естісем, жаным ауырады. Айша жымиып қойды, өте аз, тек ерні ғана қозғалды. Бірақ сол жымиста жылудың ұшқыны бар еді. Түн ортасында Болат ұйықтап қалды. Айша қайтадан терезеге қарап отырды. Ауылдың иттері үріп, жел сары шөпті сылдырлатып тұр. Оның жүрегі сол жел сияқты, сыртта суық, іште от. Келесі күні таңертең Гүлжан Айшаның бөлмесінің есігінен қарап сыбырлады. Көкбет келін жүзі әлі су, бірақ күйеуі келгенде ғана жылынып қалды ғой. Ауылға тағы да өсек тарап кетті, келін күйеуіне ғана жылы, бізге мұз. Таңғы шай үстінде Гүлжан Айшаның қасына отырып көзін қысып қарады. Апай, сіздің бетіңіз неге сонша су? Күлмейсіз бе мүлде? Әлде бізге қарағыңыз келмей ме? Айша үндемей, шайын ішіп отырды. Қолы қимылдап нанды үзіп май жағып жатты. Гүлжанның сөзіне жауап бермеді. Қамқа апа күлді. Гүлжан, келінді мазалама. Жұмысы көп. Бірақ Гүлжан тоқтамады. Ол 17 жасында әлі балалықпен аралас қызғанышқа толы еді. Айшаның сұлулығы, жұмысты тез тындыратын ептілігі, тіпті үндемей тұрса да бойындағы салмақтылық бәрі Гүлжанға ұнамайтын. Өзі ауылдағы ең сұлу қыздардың бірі саналатын. Бәрін келгелі назар азайғанда сезінді. Күндіз Гүлжан құрбыларына барды. Ауылдың бұрышындағы бұлақ басында отырып сыбырлады. Біздің келін Көкбет. Бетіне қарасаң мұздай. Күлмейді, сөйлемейді. Қайным келгенде ғана жылынып қалады. Басқа уақытта тастай. Құрбылары күлді. Шынымен бе? Болат ағамыздың әйелі сондай ма? Көкбет келіндей екенді.
Сол күні кешке Гүлжан үйге келгенде Айша қазанның басында тұр еді. Гүлжан әдейі дауыстап: «Апай, сіз неге бізбен сөйлеспейсіз? Әлде ауыл адамдарын менсінбейсіз бе? Қалада оқығансыз ғой, біз сияқты қарапайым адамдарға сөйлеу қиын ба?» Айша қазаннан басын көтермеді. «Тек баяу. Мен сөйлесем, сендерге ұнамайды. Үндемесем де ұнамайды. Не істесем де дұрыс емес». Гүлжанның көзі оттай жанды. Ол енесіне қарап: «Ана, көріп тұрсыз ба? Келін бізді кінәлайды». Қамқа апа қабағын түйді, бірақ ештеңе демеді. Түнде Айша жалғыз бөлмеде отырып терезеге қарады. Көзіне жас келді, бірақ төгілмеді. Ол ішінен: «Қызғаныш. Мен не істедім саған? Жұмысты істеп үйді күтіп жүрмін. Жүрегімді көрмейсіңдер деп ойлады». Гүлжанның өсегі ауылға тез тарап кетті. Ертеңіне базарға барған әйелдер Көкбет келін қайын сіңлісін менсінбейді екен деп сөйледі. Келесі күні түсте үйде дау басталды. Құдайберген ата әлі ауырып жатқан еді. Қамқа апа үйде Айшаға: «Келін, сен неге Гүлжанға сонша суық қарайсың? Қызымыз ғой, сөйлесіп жылы сөз айтсаң болмай ма?» Айша қолындағы пышақты қойып енесіне қарады. Алғаш рет дауысы сәл көтерілді. «Ана, мен Гүлжанға суық қарағаным жоқ. Мен барлығыңызға бірдеймін. Бірақ сіздер менің жүзімді көріп Көкбет деп атайсыздар. Мен күлсем, қаладан келген мақтаншақ дейсіздер. Үндемесем, тастай дейсіздер. Не істесем де кінәлімін». Қамқа апа қатты ашуланды. «Сен келінсің. Інге кірген адам үндемей төзуі керек. Біздің үйдің дәстүрін сақта». Айшаның көздері от шашты, бірақ дауысы әлі де суық қалды. «Мен келімін, бірақ құл емеспін. Жүрегімді көрмейсіздер. Мен төзеймін, бірақ мәңгі төзбеймін». Гүлжан есіктен тыңдап тұрып ішке кіріп келді. «Ана, көріп тұрсыз ба? Келін бізге қарсы шықты. Көкбет деп атағанымыз үшін өкпелейді». Құдайберген ата бөлмесінен дауыстады: «Тоқтаңдар. Үйде дау болмасын». Бірақ дау тоқтамады. Қамқа апа Айшаның бетіне қарап: «Сен суық жүрексің. Келін болып түскеніңе бір апта болды, әлі бір рет жылы сөз айтпадың. Болатқа ғана жылысың». Айша есікке қарай беттеді. Тоқтап артына бұрылды. «Мен келдім. Інге кірдім. Енді сіздер шешіңіздер, мен қандай болуым керек. Жүрегімді ашсам, таптайсыздар. Жасырсам, Көкбет дейсіздер». Сөйлеп болған соң Айша сыртқа шығып кетті. Ауылдың шетіне қарай беттеді. Жел оның орамалын желбіретіп, көзінен бір тамшы жас домалап түсті. Үйде Қамқа апа мен Гүлжан үнсіз қалды. Қайын ата ыңырсып: «Бұл келін суық болғанымен жұмысты тындырады. Дау жасамаңдар». Кешке Болат қаладан телефон шалды. Айша дауыстап сөйлеген жоқ, тек «Үйде бәрі жақсы» деді. Бірақ ішінде дау өршіп, Көкбет келін деген лақап бүкіл ауылға жайылды. Түн ортасы. Айша бөлмесінде жалғыз отыр. Терезеден қараңғы дала көрінеді. Жел сары шөпті сылдырлатып, иттер үреді. Ол қолындағы ескі фотоальбомды ашты. Суреттерде қаладағы студент қыз Айша күлімдеген, көздері жарқын, шашы еркін желбіреген. Флешбек. 3 жыл бұрын. Алматы университеттің жатақханасы. Айша 3-ші курста оқып жүрген. Мамандығы экономист. Әкесі Темірхан ауылдағы шағын дүкен иесі еді. Бір күні үлкен қарызға батты. Банктерден қарыз алған, содан кейін іскер серіктестері алдап кеткен. Қарыз 15 миллион теңгеге жетті. Әкесі ауруханаға түсті, жүрегі шыдамады. Сол кезде Болаттың әкесі Құдайберген ата мен Темірхан ескі дос болатын. Құдайберген ата: «Қызын маған келін етіп бер, қарызды жауып беремін» деді. Темірхан келісім берді. Айшаға: «Қызым, отбасы үшін құрбан бол. Мен өлсем, сен не істейсің?» деп жылады. Айша оқуын тастады. Қаладағы жарқын өмірін, достарын, арманын тастады. «Мен келін боламын. Бірақ жүрегімді ешкімге ашпаймын. Суық болсам, мені ренжітпейді» деп шешті. Сондықтан түскен күні бетін суық ұстады. Ішкі қорғаныс.
Жүректің көк мұзы. Фотоальбомды жауып, Айша көзін жұмды. Мен осы үшін келдім. Әкем үшін, отбасы үшін. Бірақ олар мені түсінбейді. Сол түні ол алғаш рет ұйықтай алмады. Жүрегі ауырды, ертеңіне таңертең ауылға қара Прада келіп тоқтады. Болат қайта келді. Бұл жолы 3 күн демалыс алған. Машинасынан түсіп үйге кіргенде алдымен әкесін, шешесін сәлемдесті. Содан кейін Айшаны іздеді. Айша қорада сиыр сауып отыр еді. Болат жақындап келді, артынан құшақтады. Айша жаным, сағындым. Айша бірден қатты болды, бірақ күйеуінің даусын естігенде денесі босаңсыды. Ол шелегін қойып артына бұрылды. Бұл жолы жүзі сәл жылы. Көздеріне жарық түсті. Болат, келдің бе? Екеуі үйге кіргенде дастархан жайылған болатын. Қамқа апа мен Гүлжан отыр. Гүлжан сыбырлады. Қараңыз, келін күйеуі келгенде ғана жылынып қалды. Бізге көкбет. Болат естіп қалды. Қабағын түйіп. Гүлжан, тоқта. Айша менің әйелім. Оны ренжітпе. Дастархан үстінде Болат Айшаға ет салды, шай құйды. Айша үндемей тамақтанды, бірақ күйеуінің қасына отырғанда иығы сәл тиіп тұрды. Бұл оның махаббатының белгісі еді. Түнде екеуі бөлмесіне кірді. Болат Айшаның қолынан ұстап төсекке отырғызды. Айша, не болып жатыр? Анама, Гүлжанға неге сонша суықсың? Мен сені қорғаймын, бірақ сен де өзіңді қорға. Айша ұзақ үнсіз отырды. Содан кейін баяу сөйледі, дауысы дірілдеді. Болат, мен сені шынымен сүйемін. Сен үшін келдім. Бірақ бұл үйде жүрегімді ашсаң, олар мені таптайды. Келінмін, үндемеуің керек, төзуің керек. Суық болсам қорғанамын. Жылы болсам мақтаншақ дейді. Мен қалада оқыдым, арманым болды. Бірақ әкемнің қарызы үшін келдім. Жүрегімді жасырамын. Сен ғана көре аласың. Болат оны құшақтап шашынан сипады. Мен білмедім. Қарыз туралы естідім, бірақ сен сонша ауыртпалық көтеріп жүргеніңді білмедім. Енді мен жиі келеді екенмін. Сен өзгермейсің. Мен сені осы күйіңде де жақсы көремін. Суық бетіңнің астында жылы жүрек барын білемін. Айша алғаш рет күйеуінің алдында жылады. Жасы тыныш ақты. Болат оны сүйді. Сол түні екеуі ұзақ сырласты. Айша ішіндегі отты көрсетті тек Болатқа ғана. Таң атқанда Болат. Қалаға бірге барайық. Мен жұмыс істеймін, сен оқуыңды жалғастыр. Айша басын шайқады. Әкең әлі ауырып жатыр. Мен кетсем, кім күтеді? Мен төзейін. Сен тек кел. Болат кетерде Айшаның маңдайынан сүйді. Мен ораламын. Сен менің күшімсің. Айша есіктен қарап тұрып қалды. Жүзі қайтадан суық болды, бірақ көздерінің түбінде жылылық сақталды. Ауыл әйелдері тағы да сыбырлады, көкбет келін күйеуіне ғана жылы. Күн суытып күзгі жел қатайған кезет. Ауылдың орталық базарына барлық әйелдер жиналған. Айша да ет, картоп, сүт өнімдерін сату үшін барды. Ол үндемей тауарларын ретке келтіріп қойып тұрған. Беті әлі де суық, көздері төмен қараған. Базардың бір шетінде топтасқан әйелдер сыбырласып, оған қарап күлді. Қараңдар, көкбет келін келді. Бетіне қарасаң, қан шықпайды. Болаттың сорлысы мұндай суық әйелмен қалай тұрады? Гүлжан айтты ғой, келін қайын жұртын менсінбейді екен. Қаладан келген мақтаншақ. Айша бәрін естіді. Бірақ беті қозғалмады. Тек қолдары аздап дірілдеді. Бір әйел әдейі жақындап келіп. Келін, неге күлмейсің? Жүзіңді ашып, адамдармен сөйлессеңші. Біз сені көкбет деп атап жүрміз ғой. Айша баяу көзін көтерді. Көздері мұздай суық еді. Мен сіздерге күлкі үшін келген жоқпын. Тауарымды сатып үйге қайтамын. Әйелдер күлкіге бөкті. Біреуі. Міне, көкбеттің сөзі. Тіпті сөйлегенде де мұздай. Айша тауарын тез сатып, шелегін көтеріп үйге қарай беттеді. Жол бойы жел оның орамалын желбіретіп көзінен жас ағып тұрды. Бірақ ол жылағанын ешкімге көрсетпеді. Үйге келгенде есікті жауып, бір сәт қабырғаға сүйеніп тұрды. Ішінен, мен не істедім?
Жұмысты істеп үндемей жүрмін. Неге олар мені жек көреді? Деп ойлады. Кешке Қамқа апа үйге кіргенде: келін, базардағы өсектерді естідім. Сен неге адамдармен сөйлеспейсің? Ауылдың әйелдері бізді мазақ қылып жүр. Айша үндемеді. Тек тамақ пісіруге кірісті. Гүлжан күліп: ана, Көкбет келіннің беті одан сайын көгеріп кетті ғой. Сол түні Айша төсекте жатып төбеге қарады. Жүрегі ауырды, бірақ жыламады. Төзейін әкем үшін, Болат үшін қыс түсіп қар жауа бастаған кезде Айша өзінің жүкті екенін білді. Таңертең құсуы келді, бас айналды. Ол ешкімге айтпады. Тек жұмысын істеп жүрді. Бір аптадан кейін дәрігер ауылға келгенде Айша барып тексерілді. Жүктісің, келін. 3 айға келді, деді дәрігер. Айша үйге келгенде алдымен Болатқа телефон шалды. Болат, бізде бала болады. Болат қуанып кетті. Айшажан, қандай жақсы хабар. Мен бүгін келемін. Кешке Болат келді. Үйге кіргенде барлығына айтты. Айша жүкті. Біздің отбасымызға ұрпақ келеді. Қамқа апа қуанды, Құдай берген ата да күлімдеді. Міне, келіннің алғашқы берекесі. Гүлжан да қуанған болып көрінді, бірақ көзінде қызғаныш оты тұрды. Құтты болсын, апай. Енді Көкбет емес, жүкті Көкбет болады екенсіз. Айша үндемеді. Тек қолын ішіне қойып, ішіндегі баласына: сен жылы жүрек бол. Мен сияқты суық болма, деп ойлады. Сол күні үйде дастархан жайылды. Айшаға ерекше құрмет көрсетілді. Бірақ ауылға тағы да өсек тарап кетті. Көкбет келін жүкті болыпты. Енді беті одан да суық болады ғой. Айша түнде Болатпен жалғыз қалғанда оның қолын ұстап: Болат, мен баламызды жақсы тәрбиелеймін. Ол біздің махаббатымыздың жалғасы болады. Бірақ мен әлі де суық болуым керек. Отбасы үшін. Болат оны құшақтап: сен енді ана боласың. Жүзіңді жылыт. Мен сені қолдаймын. Айша жымиды, өте аз, бірақ шынайы. Ішіндегі нәресте үшін ол алғаш рет үміт сезінді. Мүмкін бала келгенде бәрі өзгереді. Бірақ Көкбет келін деген лақап әлі де ауылда жүріп тұрды. Тек енді оған жүкті Көкбет деп қосымша ат қойылды. Қыс ортасы. Ауылды қалың қар басқан. Құдай берген атаның ауруы күшейіп төсегінен тұрмай қалды. Дәрігерлер жүрек әлсіз деп ауруханаға жатқызуға кеңес берді. Бірақ ата ауылдан кеткісі келмеді. Мен осында туып, осында өлемін, деді ол әлсіз дауыспен. Айша түнімен күзетіп отырды. Қолына ыстық су құйылған шайнекті ұстап, атаның маңдайын сүртіп, дәрісін уақытында беріп жүрді. Үндемейтін, бірақ қимылы мұқият әрі жұмсақ еді. Қамқа апа мен Гүлжан кезекпен отыратын, бірақ Айша ешқашан шаршамайтындай көрінді. Бір түні сағат түнгі 3-ке таяғанда Құдай берген ата Айшаның қолынан ұстады. Дауысы өте әлсіз. Келін, сен суық болғанымен жүрегің бар екен. Рахмет. Сол сәтте атаның көзі жұмылды. Тынысы тоқтады. Айша бір сәт қатып қалды. Содан кейін баяу тұрып, есікті ашып дауыстады. Ана, ата кетті. Үй іші дүрлігіп кетті. Қамқа апа жылап жіберді. Гүлжан айқайлады. Болат қаладан шұғыл келді. Ауыл адамдары жинала бастады. Жоқтау басталды. Айша дастанның бір шетіне отырып жоқтау айтты. Дауысы бір қалыпты, бірақ ішіндегі қайғы терең еді. Ол атаның қолына су құйып, бетін жуып, киімін ауыстырды. Бүкіл түн бойы үнсіз жұмыс істеді. Беті әлі де суық, көздері құрғақ көрінді. Қамқа апа жылап отырып кенет Айшаға қарап: сен неге жыламайсың? Атаң өлді, сен суық бетіңді өзгертпейсің бе? Жүрегің тастай ма, келін? Гүлжан да қосылды. Иә, Көкбет келін. Атаңның жаназасында да күлмей, жыламай тұрсың. Бізге мүлде жаның жоқ сияқтысың. Айша үндемеді. Тек басын иіп, жұмысын жалғастырды. Ішіндегі қайғыны ешкімге көрсетпеді. Түнде жалғыз қалғанда ғана қораның артында тұрып қарға қарап жылады. Жасы қарға араласып кетті. Жаназа күні ауыл адамдары көп келді. Айша үнсіз қызмет етті, шай құйды, тамақ берді, қонақтарды қарсы алды. Бірақ бәрі оны Көкбет келін деп сыбырлап жүрді.
Ата өлгенде де жүзі өзгермеді. Суық жүрек. Болат әйелінің жанында тұрып, оның қолынан ұстады. Айша, төзе ғой. Мен білемін, сен қатты қайғырып тұрсың. Айша тек басын изеді. Жүрегі көк мұздың астындағы от сияқты. Құдай берген атаның қырық өткеннен кейін үйде ауыр үнсіздік орнады. Қамқа апа күн сайын Айшаны кінәлап жүрді. Гүлжан да өсек аяңын тоқтатпады. Бір күні түсте Айша үйдің шаруашылығын реттеп жатқан. Қораны тазалап, сиырларға жем беріп, сүтті пісіріп жүрді. Қамқа апа кіріп келіп дауыстады. Келін, сен әлі де сол суық жүзіңді өзгертпедің. Атаңның өлімінен кейін де бір тамшы жас көрсетпедің. Бізге неге сонша қаттысың? Айша қолындағы шелекті қойып енесіне тік қарады. Алғаш рет дауысы қатты шықты. Ана, тоқтаңыз. Мен келімін, бірақ құл емеспін. Атаңызды мен түнімен күзеттім. Мен жуып шайдым. Мен жоқтау айттым. Бірақ сіздер менің жүрегімді көрмейсіздер. Мен жыласам жалған дейсіздер. Үндемесем тастай дейсіздер. Гүлжан есіктен тыңдап тұрып ішке кіріп келді. Міне, көтеріліп жатыр. Көкбет келін енді бізге қарсы шықты. Айша Гүлжанға бұрылды. Көздері от шашты, бірақ дауысы әлі салқын. Гүлжан, сен қызғанасың. Мен сенің орныңды алдым деп ойлайсың. Бірақ мен жұмысты істеп жүрмін. Үйді күтіп жүрмін. Сен не істедің? Тек өсек тараттың. Қамқа ашуланды. Сен кімсің, келін? Біздің үйдің дәстүрін үйретпекпісің. Айша терең дем алды да сөзін жалғастырды. Мен дәстүрді білемін. Бірақ дәстүр құлдық емес. Мен қалада оқыдым. Білімім бар. Енді осы үйдің шаруашылығын жақсартамын. Қораны жаңартайық, сүт өнімдерін көбейтейік. Мен тек сөзбен емес, іспен көрсетемін. Сөйлеп болған соң, Айша сыртқа шығып кетті. Ол ауылдың шетіне барып қарға қарап тұрды. Ішінде жеңілдік пайда болды. Алғаш рет өз сөзін айтқаннан кейін жүрегі жеңілдеді. Кешке Болат келді. Айшаның көтерілісін естіп күлімдеді. Міне, менің әйелім. Сен суық емессің, сен күштісің. Қамқа апа мен Гүлжан үнсіз қалды. Бірақ Айшаның сөзі үйде жаңа желдің соғуындай болды. Айша ішінде ойлады, енді мен үндемей төзбеймін. Балам үшін, өзім үшін күресемін. Көкбет деген лақап әлі де жүріп тұрды, бірақ енді оған көтерілісшіл келін деген сөз қосылды. Қыс аяқталып, көктемнің алғашқы жылы желі соға бастаған кез еді. Қар еріп, ауылдың айналасы жасыл түске ене бастады. Бірақ үй ішінде ауырлық басым болды. Қамқа апа соңғы уақытта әлсіреп, жиі жөтелетін болып қалған. Бір күні таңертең ол төсегінен тұра алмай қалды. Температурасы көтеріліп, дем алуы қиындады. Келін су деп әлсіз ыңырсыды Қамқа апа. Айша бірден орнынан тұрды. Ол дәрі-дәрмек әкеліп ыстық шай қайнатты, шөптен қайнатпа жасады. Түнімен енесінің қасында отырып, маңдайын суық сумен сүртті, қолын ұстап отырды. Гүлжан да қасында болды, бірақ ол тез шаршап ұйықтап кететін. Айша үндемей жұмыс істеді. Күн сайын дәрігер шақырып, ауылдық емханаға апарып тексертуге тырысты. Қамқа апаның ауруы пневмонияға ұқсап тұрды. Дәрігер, күтім керек, әсіресе түнде деді. Бір түні Қамқа апа қатты ыңырсып жатты. Айша оның басын тізесіне қойып шашынан сипады. Дауысы тыныш, бірақ жылы. Ана, төзе тұрыңыз. Мен қасындамын. Баламыз да сізді күтіп жүр. Қамқа апа әлсіз көзін ашып Айшаға ұзақ қарады. Алғаш рет оның көзінде өзгеше бір нәрсе пайда болды. Келін, сен неге сонша төзімдісің? Мен сені көп ренжіттім ғой. Көкбет деп. Айша жымиып қойды, өте аз, бірақ шынайы. Ана, мен ренжідім. Бірақ сіз менің енемсіз. Мен келінмін. Інге кіргенмін. Бірақ жүрегім бар. Сіз ауырып жатқанда мен қалай тастап кетемін? Қамқа апа қолын Айшаның қолына қойды. Дауысы дірілдеді. Мен қателестім. Сен Көкбет емессің. Сен тас жүректің астындағы алтынсың. Суық бетің қорғаныс екен. Мен енді түсіндім. Рахмет, келін. Сол сәтте Қамқа апаның көзінен жас ақты. Айша да ішінен толқып тұрды,
бірақ сырттай байсалды қалды. Ол енесін түнімен күтті, таң атқанша ұйықтамады. Келесі күні Қамқа апаның жағдайы сәл жақсарды. Гүлжан Айшаға қарап, ұялып: «Апай, сіз түнімен отырдыңыз ғой». «Мен рахмет». Ауылға тағы да сөз тарап кетті, бірақ бұл жолы басқаша. Көкбет келін енесін түнімен күтіпті. Жүрегі бар екен. Көктем толық кірген кезде Болат қаладан келді. Бұл жолы ол бір апта демалыс алған. Үйге кіргенде әйелінің жүзін көріп бірден сезді, бірдеңе өзгерген. Айша әлі де суық болғанымен көздерінің түбінде жылылық бар еді. Дастархан басында Қамқа апа әлсіреп болса да отырды. Ол Болатқа: «Ұлым, сенің әйелің ағыз алтын. Мен ауырып жатқанда түнімен күтті. Мен оны ренжіткенмін. Енді кешірдім». Болат таң қалды. Кешке екеуі бөлмесіне кіргенде ол Айшаның қолынан ұстады. «Айшажан, не бұл? Анаңның сөзін естідім. Сен қалай төздің? Мен қалада жүріп сені жалғыз қалдырдым ғой». Айша үндемей отырды. Содан кейін баяу сөйледі. «Болат, мен бәрін білемін. Сен қалада басқа әйелмен араластым деп естідім. Өсек ауылға жетті. Бірақ мен үндемедім. Баламыз үшін, отбасы үшін төздім. Сен опасыздық жасадың, бірақ мен сені әлі де сүйемін». Болатның беті бозарып кетті. Ол тізерлеп отырып Айшаның қолынан ұстады. «Айша, кешір мені. Мен қателестім. Қаладағы жұмыс, стресс. Бір әйелмен сөйлесіп қалдым, бірақ ол ештеңе емес. Мен сені ғана жақсы көремін. Сенің суық жүзіңнің астындағы жылы жүрегіңді енді толық түсіндім. Мен өкінемін. Енді өзгеремін». Айша күйеуінің көзіне тік қарады. Көздері суық болғанымен дауысы жұмсақ еді. «Мен сені кешіремін, Болат, бірақ шарт қоямын. Енді қалада жалғыз қалмаймын. Отбасы үшін өзгеру керек. Сен ауылға көбірек кел. Мен баламызды өсіремін. Бірақ егер тағы опасыздық жасасаң, мен кетемін. Баламызбен». Болат басын иіп: «Уәде беремін. Сен менің әйелім, менің күшімсің. Мен сенің Көкбет болғаныңды енді мақтаныш ететін боламын. Себебі ол сенің күшің». Сол түні екеуі ұзақ сырласты. Болат Айшаны құшақтап өкінішін айтты. Айша ішіндегі ауырлықтың бір бөлігі жеңілдегенін сезді. Таң атқанда Болат: «Мен жұмысты ауылға жақындатып жиі келетін боламын. Отбасымызды біріктіреміз». Айша терезеге қарап тұрып ішінен енді бәрі өзгереді. Балам үшін, өзім үшін деп ойлады. Көкбет келін деген лақап енді баяу өзгере бастады. Ауылда алтын келін деп атайтындар көбейді. Көктемнің соңы. Ауылдың бақтары гүлге бөленіп, құстар сайрап тұрған күндердің бірі еді. Қамқа апаның денсаулығы біршама жақсарған. Ол енді төсектен тұрып, үйдің шаруасына аздап араласа бастаған. Айша әлі де негізгі жұмыстың бәрін мойнына алып жүретін, бірақ енді оның жүзіне жылылық көбірек түсетін болды. Бір күні түсте Гүлжан Айшаның қасына келіп ұзақ тұрды. Қолы дірілдеп, көздері төмен қараған. «Апай, мен сізбен сөйлескім келеді». Айша сиырдың сүтін пісіріп жатқан еді. Шақты қойып Гүлжанға қарады. Дауысы әдеттегідей байсалды. «Айт, Гүлжан». Гүлжанның көзінен жас барлап кетті. Мен сізді көп ренжіттім. Көкбет деп өсек тараттым. Сіздің сұлулығыңызды, ептілігіңізді көре алмадым. Қызғанышым жеңді. Сіз енесіңізді күткенде мен ұйықтап қалдым. Сіздің жүрегіңіздің алтын екенін енді түсіндім. Кешіріңіз, апай. Мен енді сіздің қарындасыңыз болғым келеді». Айша бір сәт үнсіз тұрды. Содан кейін Гүлжанның қолынан ұстап жұмсақ дауыспен: «Мен кешірдім, Гүлжан, сен әлі жассың. Қызғаныш адамның ішіндегі әлсіздік. Енді бірге жұмыс істейік. Үйге береке кіргізейік. Сен маған көмектессең, мен саған қолымнан келгенді үйретемін». Гүлжан Айшаны құшақтап жылады. Сол сәтте Қамқа апа есіктен қарап тұрып күлімдеді. «Міне, енді нағыз отбасы болдық. Келін, сен біздің жүрегімізді жаулап алдың». Сол күні Айша отбасына нағыз береке әкелді. Ол Гүлжанмен бірге қораны тазалап, сүт өнімдерін көбейту үшін шағын жоспар жасады.
Болат ауылға жиі келіп, үйдің шаруашылығын жақсартуға көмектесті. Үй ішінде күлкі көбейді, дау азайды. Ауыл әйелдері де байқады. Көкбет келін енді алтын келін болыпты. Үйіне береке кіргізіпті. Айша ішінде мен суық бетіммен қорғандым. Енді жылы жүрегіммен біріктірдім деп ойлады жаздың алғашқы күндері. Ауылдың төбесінде күн жарқырап тұр. Айша баласымен, кішкентай ұланмен бақта отырған. Бала 1 жасқа толған, күлімдеп анасының саусағынан ұстап тұр. Қамқа апа, Гүлжан және Болат дастархан басында жиналды. Айша баяу сөйледі. Мен сіздерге өз өткенімді толық айтайын. Қалада оқыдым, арманым көп еді. Бірақ әкемнің үлкен қарызы үшін келін болып түстім. Сол күннен бастап жүрегімді жауып алдым. Суық болсам, мені ренжітпейді деп ойладым. Көкбет атандым. Бірақ ішімде от болды. Сіздерді ренжіткенім үшін кешірім сұраймын. Мен төздім, күрестім, енді сүйдім. Қамқа апа көзінен жас ағызып. Қызым, сен бізге сынақ болдың. Бірақ сол сынақ арқылы біз нағыз отбасы болдық. Сен біздің мақтанышымыз. Гүлжан. Апай, мен сіздің күшіңізге таң қаламын. Енді сіз менің үлгімсіз. Болат Айшаның қолынан ұстап. Мен де қателестім. Сені жалғыз қалдырдым. Енді мәңгі біргеміз. Сенің өткенің біздің ортақ тарихымыз. Айша баласы ұланды құшақтап терезеге қарады. Көк аспан ашық, жел жылы. Ол ішінен мен көкбет болдым, себебі қорқатымын. Енді алтын жүрекпін, себебі сүйемін деп ойлады. Сол кеште үйде үлкен дастархан жайылды. Ауылдан қонақтар келді. Айша енді үндемей отырған жоқ, ол жылы сөйлеп күлімдеп барлығын қарсы алды. Көкбет келін деген ескі лақап мүлдем ұмытылған. Енді оны нағыз қазақ келін деп атайтын болды. Бірақ Айша әлі де кейде суық жүзін сақтайтын. Қажет кезде қорғану үшін, ал отбасы үшін жылы жүректің иесі болатын. Жаздың ортасы. Ауылдың төңірегі жасылға бөленіп, егін пісіп, мал семіріп тұрған шақ. Болат қалдағы жұмысын тастап ауылға бір жола көшті. Ол үйдің жанынан шағын дүкен ашып, ауыл адамдарына қажетті заттарды сата бастады. Айша оған көмекші болды, есеп-қисапты жүргізді, тауарларды реттеді. Кішкентай ұлан енді 2 жасқа толып, анасының етегіне жармасып жүретін. Айша баласын тәрбиелеуде ерекше назар аударатын. Ұланым, жүрегің жылы болсын. Суық болма, бірақ әлсіз де болма. Қажет кезде қорғана біл. Қамқа апа мен Гүлжан енді Айшаның сөзін тыңдап, үй шаруасына белсене араласатын. Гүлжан тіпті Айшадан оқуға түсуге кеңес сұрап жүретін. Бір күні ауылдың әйелдері жиналып, әйелдер кеңесі өткізді. Айша сөз сөйледі. Қыздар, келіндер. Біз інге кіреміз деп ойлаймыз, бірақ шын мәнінде отбасының жүрегі боламыз. Суық болмаңдар, бірақ өз құқығыңды да қорға. Жүрегіңді жасырма, бірақ оны таптатпа. Мен көкбет атандым, бірақ енді алтын келін болдым. Сіздер де солай бола аласыздар. Әйелдер қол шапалақтады. Көптеген келіндер Айшаға келіп кеңес сұрайтын болды. Оның жүзі енді жиі жылы, күлкісі ашық еді. Бірақ қажет болғанда әлі де көздері көк от шашатын. Болат кешке Айшаның қасына отырып, сен менің өмірімді өзгерттің. Мен қалада жүріп, байлық іздедім. Ал байлық осында, сен және баламызбен. Айша оның қолынан ұстап, біз біргеміз. Жаңа бастама осы. Ұлан өсін, біздің ізімізді жалғастырсын. Үйде күлкімен береке толы болды. Көкбет келін енді тек ескі әңгіме болып қалды, 1 жыл өтті. Қайтадан күз. Сол бірінші келген күні сияқты жел сары шөпті сылдырлатып тұр. Бірақ бұл жолы ауылда өзгеше атмосфера. Айша енесі Қамқа апамен бірге төрде отыр. Ұлан атасының тізесінде ойнап жүр. Гүлжан университетке түсіп оқып жүр. Болат дүкенін кеңейтіп ауылға пайда келуде. Қамқа апа Айшаның қолынан ұстап жылы дауыспен. Қызым, сен келін болып түскенде Көкбет деп атады. Бірақ сен інге кірмедің. Сен отбасының жүрегі болдың. Суық бетің қорғаныс еді, алтын жүрегің сүйіспеншілік. Рахмет саған. Сен бізді біріктірдің. Айша күлімдеді. Көздері жарқын, жүзі жылы. Ана, мен келдім. Інге кірдім деп ойладым.
Бірақ шын мәнінде мен отбасының жүрегіне кірдім. Келін құл емес, ол береке. Мен төздім, күрестім, сүйдім. Енді сіздердің арқасында жеңдім. Сол күні ауылдың үлкен тойы болды. Ұланның 2 жасқа толу тойы. Ауыл адамдары жиналып Айшаны нағыз қазақ келін деп мақтады. Әйелдер оған сыйлықтар әкелді, келіндер кеңес сұрады. Кешке қонақтар тараған соң Айша Болатпен бірге төбеге шықты. Ауылдың шамдары жарқырап, аспанда жұлдыздар көп. Айша күйеуінің иығына сүйеніп: "Болат, есіңде ме? Мен келген күні бетім суық еді. Қорқатынмын, енді қорықпаймын. Сен баламыз, отбасы менің күшім." Болат оны құшақтап: "Сен менің жеңісімсің. Біздің махаббатымыз мәңгі." Айша аспанға қарады. Көк аспанның астында оның жүрегі енді толық жылы. Бірақ қажет болса, әлі де көкбет бола алатын еді, тек қорғану үшін. Романның соңы. Келін інге кірмейді. Келін отбасының жүрегіне кіреді. Суық бет, қорғаныс, алтын жүрек, мәңгілік. Көкбет келін енді тек әдемі аңызға айналды. Ал Айша нағыз жеңімпаз.